Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге ПП сырниктің рецебін ұсынатын боламын. Егер сіз салмақ тастап немесе диета ұстап жүрген болсаңыз, сырникті осы рецептпен жасап көрсеңіз болады. Ыдысқа 400 грамм сүзбені саламыз. Мен сүзбені мәрліге салып, артық суын сығып алдым. 1 жұмыртқа, 2 ас қасық күріш ұны, орысша айтқанда рисовая мука, және тәтті болу үшін бал қосамыз. Шанышқымен сүзбе езілгенше жақсылап араластырамыз. Тәрелкеге күріш ұнын сеуіп, сырникті ұнға аунатып, домалақ қылып формаға келтіреміз. Сырниктерді пергамент қағазы төселген противенге тіземіз. Менде 8 тал сырник шықты. Алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште 20 минуттай пісіреміз. Сырниктер дайын болды. Бұл сырниктер майға қуырылмай пеште піскендіктен асқазанға жеңіл және тез қорытылады. Таңғы асқа немесе тіске басар ретінде де жеуге болады. Сырниктерді қалауыңызша жеміс-жидектермен жесеңіз болады. Мен шоколадпен әсемдедім. Бұл рецепт сіздің көңіліңізден шығады деген ойдамын. Егер видео сізге ұнаса, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіз. Сау болыңыз.